30 квадрат метр жерге жаңадан көң тастадық. Енді қазір жуылып жатыр. Ар жағындағы шылаушындар өздері бері қарай көшеді. Бүгін жуылады, ертең жуылады. 2 күн жуылады да, содан кейін өзі автоматты түрде бетін сабанмен жауып тастаймыз. Өздері көше береді бері қарай. Жәшіктер қойып тастадық мына жерге. Тоже жаңа көңнен салып. Мына жерлердің барлығы уже биогумус айналып тұр. Мына тұсқа дейін. Ертең бірінен бастап осы жерге дейінгісін елеп аламыз. Мына жағы тағы да бір ай жатады. Бір ай жатқаннан кейін барып бұл жақты елейміз. Сөйтіп қайтадан жаңадан көң тастап, анағын қосып қабаттастырып. Қайтадан бурт жасаймыз. Мына жерде осылай жұмыс процесі жүріп жатыр. Күшті болды. Мына шеткеде көң тастап бастадық. Бұл жерде де енді ана басқа дейін бот болады. Ені 3 метр. Ені 3 метр ап, ұзындығы 10 метр. Болып қалады мынаған дейін. Текстеп жүріп, осыған дейін алып келеміз. Мына жерге бір бурт. Ортадан 1 метр жер алдырып, екінші бурт арға дейін тағы 2 бурт. Стойканың тұсына дейін келеді ғой. Өйткені КамАЗ прицепінің көң келген кезде мұны ашып барып шыны алмасақ, КамАЗ айналып шыға алмайды ғой. Мұнда бір бурт, мұнда бір бурт жасалады. Бұлар тоже самый 30 квадрат метрден болады ғой. Әр буртын 30-дан болғанда 60 квадрат метр. Яның өзі қазір 30 квадрат метр. Ар жағы болса да 100 енді. Күшті болып жатыр қазір. Үстін бірінші шлангыменен жақсылап ұлғалдап алдықтан бұнаны қосып қойдық. Уже дальше больше жуыла береді. Мынау біздің жаңағы помидорымыз. Сор жерден де егіп егін алуға болады екен. Әуелі алла, сосын биогумустың арқасында. Огурциларды азында бір теріп шыққам келген кезінде. Көлі деген түрі жаман көп.
Biraz шағын түйнектерін тастап кеткен том. Ертең қалаға кететін кезде теріп аламыз деп. Кешке тағы бір су қойып қоямыз. Зимовка қарбыздар. Қыстың күні жаңағы шалушыларға қарбыз бербек, содан көңнің бетіне шыққан екен. Осы жаққа кеп көшеттеп тастаған оған. Пәлек жайып әдейі болып тұр. Берсе көреміз. Асқабақтар. Биогіміз, сиық биогіміз 1 тонналық неге 5 литр бар еді, соны құйып араластырып берген мыналардың барлығына. 5 литр аз болады, негізі 10 литр араластырып беру керек қой 1 тонна суға. Бірақ соның өзінде де Аллаға шүкір дейсің ғой, мынаға қандай керемет болып тұр. Жай қалып. Помидорларды көрсетейін ба? Помидорларда әжептәуір түйнектері бар. Tüynekler salып жатыр. Екі қатар розовый помидор том. Анау мен мынау ірі болатын. Жарықтық помидор. Бұйырса жейміз. Алар әлі өсіп болған жоқ әлі. Алардың да ішінде әлі өсіп. Мыналардың өзі өседі ғой, биік болып. Әлі толық өскен жоқ. Толық әлі өсіп болған жоқпыз. Арасында ботақтары шығып кетеді. Соны жұлып тастап тұру керек бұларды. Кешкі салқыннан бір отап шығам деп отырмын енді. Мына жерде 3 бурт 400 квадрат. Тағы да боршық кетті ғой. Қасып тұтты. Бұл жерде мынау жаңағы алған соғышындармен бірге келген ғой, жаңағы кабачок дейм ма? Сондай нәрсе қаптап шығып кетті беттеріне. Кабачок дейді ғой дейм. Бұлардың да біразында әжептәуір түйнектері бар. Қазір көрсетіп жіберейін сіздерге. Осындай анада да, мынада да түйнектер баршылық. Енді бұда шылау үшінді көрек не болады. Қарымыздар да шығып жатыр. Önleme. Şöyle var. Ne енді шамалы. Обалсынып тұр мынаның ішіндегі кабачоктарын. Біздің теріп алғаннан кейін барып бір аударып шығу керек негізі. Аударып шықпаса әбден тығыздалды ғой, тапталды. Бір аударып шығып барып. Осы біздің еңбегіміз. Алла берсін.